Ал сіз білесіз бе, Ұлыбританияда 4 жастан бастап балаларды мектепке қабылдай береді. 5 жастан бастап балалар мектепке бару міндетті. Және дегі мектепке баратын балаларды ыстық тамақпен және дегі күнделікті сүтпен қамтамасыз ету бұл мемлекеттің тарапынан төленіп, мемлекеттің қолдауына ие болған міндеттемелік жұмыстар. Сонымен біздің Ұлыбритания көшіп келгенімізге жарты жылдан аса уақыт өтті. Менің есімім Болат Черниязов. Әдеттегі рейстермен бірге Ұлыбритания жәнедегі британдық азаматтардың өмір жайында қазақ тілінде ақпаратпен бөлісемін. Бұл мектеп 1856 жылы қаланған Матиас деген шіркеудің жанында орналастырылған мектеп қазіргі күнге дейін жұмыс істеп тұр. Бұл мектепте 4 сынып бар. 4 сыныпта небәрі 100-де тарта бала оқиды. Балалар таңға асқа келіп осылай таңдай алатын мүмкіндігі бар. Мектептің бір сыныбында барлық жоғы 60 квадратына жерде барлық орналастырылған. Осылай балалар малдас құрып білім алады. Өздеріне ұнайтын заттармен айналысады, жапсырады, сызады, қияды, қырқады, орайды, түйеді. Балаларды түрлі еңбекке баулайтын құралдардың барлығымен қамтамасыз етілген. Егер бала шаршап кеткен болатын болса, тынығып ұйықтап алатын да кездері болады. Балаларға күндіз болғанда 2 рет ыстық тамақ беріледі. Олар мектепке таңғы сағат 8:50-ден 3:20-ға дейін болады. Егер сіз 5 минутқа, 10 минутқа кешіктіретін болсаңыз, әрбір бала үшін 2 фунтты төлеуге міндеттісіз. Егер сіз таңғы сағат 10-ға дейін баланың келмейтін жайында хабарлама бермейтін болсаңыз, онда бала үшін және дегі 2 ата-анасы да болатын болса, әрбір адам үшін 60 фунттан төлеуге міндеттісіз. Есепке алып қойыңыз. Бұл жақтың мектептегі білім беру сапасының және дегі деңгейінің жоғарылығын қайдан көруге болады? Ұстаз тек қана білім берумен және дегі оқытумен айналысады. Ал 15-20 бала болатын болса, әрбір 5 бала үшін бір қасында стажер болады. Амидің мектебінде маған мынандай қағаз берді. Сағат 2:35-те жазылған. Орындықтан құлап қалып, қабырғаға басын кішкене сырып алды депті. Егер сіз Англияда келетін болсаңыздар, осындай жағдайларды біліп жүріңіздер. Мектепте осындай анықтама қағазын беріп отырады. Не істеді, қалай болды? Егер сізге видео ұнаған болса, сізден лайк және дегі арнаға тіркеліп жүріңіздер. Рахмет.